Тәуелсіздігіміздің таңы атқан күннен бастап, Қазақстанның өзіндік ұлттық білім беру жүйесі қалыптасты. Бұл мектеп пен мұғалімдер алдына жаңа міндеттер қойды. Бүгін біз ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында қазақстандық білім беру үлгісінің даму қарқынын өз мектебіміздегі өзгерістермен өлшеу, салыстыру арқылы оның табысты нәтижелілігін «Білім саласы тәуелсіздіктің табыстары» атты педагогикалық челлендж үлгісінде еліміздің басқа да білім беру ұйымдарына ұсынамыз. Тәуелсіздіктің тағылымды тойын позитивпен қарсы алайық. Елбасының мәңгілік ел жалпыұлттық идеясы өмірде іске асырудың негізі мектепте қалынады. Менің жетістіктерімнің бірі оқытудың заманауи форматында меңгеруімде. Мен мемлекеттік тілді жетік білумен қатар, өз халқымның ұлттық салт-дәстүрі мен мәдениетін және тарихын қастерлеймін. Бір шаңырақ астындағы барлық ұлттар мен ұлыстар руханиятына құрметпен қараймын. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясы мен шәкірттерімнің санасына мақтап беккен. Менің жетістігім, елімнің жетістігі. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев педагог мәртебесі туралы заң жобасына қол қоюымен ұзақ жылдар бойы мұғалімдердің көптен күткен арманы орындалды. Ұстаздар құқығы кеңейтілді. Педагогтардың біртіндеп жалақысын көбейтумен қатар, әр мұғалім өзінің кәсіби біліктілігін көтере отырып, айлық жалақысын арттыруға мүмкіндік алды. Бұл игі істердің барлығы тәуелсіздігіміздің шарапаты деп білемін. Мен 2019 жылғы үздік педагог атандым. Бұл мәртебелі атаққа мен үздіксіз еңбекпен, білім алуға құлшынған шәкірттерім мен мемлекетіміздің педагогтарды қолдау мақсатында жүзеге асырып отырған сарабдал саясаты арқылы қол жеткіздім. Әрине, қоғамда мұғалім мәртебесін көтеретін мұғалімнің өзі, кәсіби біліктілігі жоғары, өзінің шығармашылығы мен білімін үнемі көтеріп отыратын жаңашыл, жаңалыққа жақын мұғалімдер мемлекет пен қоғам тарапынан құрметке бөлене бермек. Мұғалім мәртебесі білім саласының баянды болашағы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтарындағы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауына сәйкес бекітілген цифрлық Қазақстан бағдарламасы білім саласында да көп өзгерістер енгізді. Ал қазір біз қашықтан білім беру жағдайында білім беру жүйесін сандық жүйеге негіздеудің маңыздылығын айқын түсіндік. 2019 жылы мектебіміз ауылдық мектептің цифрлық бейнесі республикалық байқауында бірінші орынға ие болды. Қазір мектебіміздің оқу процесі толығымен сандық жүйеге негізделген. Сандық технология білім саласының жарқын келешегін жасайды. Тәуелсіз елдің болашағы жастардың қолында. Мемлекетіміздің дипломмен ауылға бағдарламасы жастарға деген қамқорлық пен қолдау. Мен Рахметқұл-қызы Мөлдір, химия пәнінің мұғалімімін. Дипломмен ауылға бағдарламасы арқасында баспаналы болып, алаңсыз ұстаздық қызметпен айналысуға мүмкіндік алдым. Міне, табысты еңбегімнің арқасында 2020 жылы облыс әкімінің Әулие-ата үміті облыстық жастар сыйлығын иелендім. Мұғалім мамандығы менің мақтанышым. Жас ұстаздар тәуелсіздіктің туын берік ұстайды. Әлемдік білім беру кеңістігіне ену тәуелсіздіктің басты табысы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 100 нақты қадам ұлт жоспары және 5 институционалдық реформа бағдарламалық құжаттарында мәңгілік ел идеясында білім беру жүйесінің мазмұнын жаңарту бойынша нақты міндеттерді қойды. Тәуелсіздік жылдарында отандық білім беру жүйесін халықаралық стандарттарға сәйкестендіру және бәсекеге қабілетті азаматтарды даярлауда Назарбаев зияткерлік мектептері көшбасшылық рөл атқарды. Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін тарату бойынша ауыл жағдайындағы жетекші мектептердің бірі. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында біздің педагогикалық ұжымымыз 2019 жылы облыстық үздік жетекші мектеп байқауында бірінші орынды иеленіп, ал 2020 жылы облыс әкімінің үздік білім беру ұйымы грантын жеңіп алды. Табысты мектептер табысты болашақтың жасампаздық жолында. Жамбыл облысының білім басқармасына қарасты Байзақ ауданының Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы білім саласы тәуелсіздіктің табыстары атты педагогикалық челленджін Алматы қаласы
Абай атындағы республикалық мектеп-интернатына, Нұр-Сұлтан қаласы номер 67 гимназиясына, Павлодар қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназиясына, Орал қаласы Ықсанов атындағы орта мектебіне, Тараз қаласы номері 8 Төле би атындағы гимназиясына және Байзақ ауданы Нығметолла Кейкбаев атындағы гимназиясына жолдайды. Еліміздің әрбір табысты мектебінің жетістігі 30 жыл ішіндегі тәуелсіздік рухындағы қайрат пен жігердің, бастамалар мен еңбектің, қамқорлық пен қолдаулардың, шабыт пен шығармашылықтың, төзімділік пен көрсеткіштердің нәтижесі деп білеміз. Білім табыстары жарқын болашақтың бағдары болсын, әріптестер.